әңгіме ғой. Мен де ойлаймын, жалпы сен де өзің айтып отырған статистикада басқа нәрседе барлығы бар да, енді шүкір жаңағы Аллаға, енді барлық нәрсең бар. Бірақ енді сен хайп үшін жарайды, допустим, жалғастырып жатқан жоқсың. Бірақ менде мынандай сұрақ туындайды да. Тәуіржанның қаншама видеолары шығып жатыр. Жаңа кімдер айтты? Біреулердің бетін сүйіп жүрген видеолары бар деді. Оның үстінде біздегі аягөзбен осы жерде қырылады да, одан кейін барып бір съемкаларда жүреді екеуі бірге. Сондай нәрселердің барлығына негізі біз танитын Зарина, бұрынғы үміткерлері болсын, таныстықтағы еркегі болсын, сондай нәрсе істесе, сен даже із-түссіз ол адамды жоқ қылып жіберетін адам едің негізі өміріңде. И менде мынандай сұрақ, сен уже Тәуіржанды сонда ұнатып үлгердің ба, или жаңағы 20%-ның 1%-і 80-ге секірді ма? Сені просто бұл жердегі, білмеймін, Айнұр да басқасы да біраз уақыттан бері танитын адамдар ғой. Обычно сен бұндай, мысалы, лақтырып кеткен адам сияқты болып тұр да, мысалы, Тәуіржанның әрекеті. Солай лақтырып кеткен адамды, былайынша айтқанда, сен негізі күтпейтін да қыз едің ғой деген сияқты айтып тұр да. Мен ойлаймын, оның себебі бәлкім сенің бір сезімің ашылып бастаған шығар Тәуіржанға. Сондай нәрсе болуы мүмкін. Қаншама пікір айтылып жатыр, сұрақ ретінде де қойылып жатыр. Мадина да айтты, Айнұр да айтты, Ақерке де айтты. Жауаптығы бұл арнайы ұйымдастырылмаған. Тәуіржан Шымкентке келген кезде менің подругам оған жазыпты. Және басқа қыз түспекші болған кезде ол қыздың жігіті рұқсат бермей қойыпты да, мен түсетін болып қалдым. Бірақ бізде жақындау, ештеңке болған жоқ. Мен адамгершіліктен аттанбайтын қызым, сол үшін саған ескертіп жатырмын деп аягөз сразу маған жіберді. Тәуіржан да ертесіне, сол күні кешке сразу айтып жіберді. Осындай бізде съемка болып жатыр, ертең мен тағы да бір қызбен жұмыс бастағалы жатырмын деп. Ал одан кейін жаңа Таиландта бір қыз бетін сүйіп жатқанын көрдім, мен де жіберді, бірақ уже маған ол нәрселер бір жүрегіме тиетіндей ештеңке болған жоқ Балауса ханым. Ендігі қадам қандай болады? Мен Тәуіржанды күткім ақ келеді негізі. Жақсы адам ғой, келіп сөзін айтсын деген сияқты. Мына жерде бірақ мен оны сыйлап, оның тарапына сөз келмесін, мен оны төмен түсірмей ақ қойын деген сайын менің тарапыма лақтырып кетті. Жаңағыдай сен жоқ дей алмайсың, күтіп отырсың деген сөздер болып жатыр. Сол үшін мен Тәуіржанмен дос болып қалам. Ары қарай мен ештеңке айта алмаймын. Достық отношениеде қалайық. Сәлеміміз түзу болсын, ол адамның жақсылығын ұмытпаймын. Шынымен де өте жақсы таныстық болды. Мен ештеңкені ол адам туралы жаман нәрсе айтқым келмейді. Берген жақсылықтары, жақсы күндер үшін тек рахмет айтамын. Сонда таныстық? Тоқтайды, иә. Дос болып қаламыз. Тоқтайды. Жақсы, жайғасыңыз. Мына жерде бір бізде күшті бір тамақ ыстатын жер бар. Соған барадық. Зейк өшкенбіз. Қарымыз ашып кетті. Соқтан барып жүрек жалғап алайық деп шештігенде. Қалды екен, қалды меген? Қалдыратын шығар бізге. Бір ризығымыз айдап тұр ғой. Бар ғой енді. Қалмаса білмеймін енді аяқта. Ол әпкелер де біледі ғой біздің келетімізді. Солай. Бүгінгі эфир сәл маған ауыр болды. Менің құрбым жалқапты. Жаным. Өзім де көңілім босап кетті ғой. Мен сонда Заринамен енді екеуміз бірге отқан кезде тағы енді мен кетемін ба деген сияқты болып қалды. Енді алдында Зарина умрада кезде мен жалғызырақ қалдым. Эфирде кәдімгі Заринаның жоқтығы білінеді маған ше. Маған да Марико келмеген күн білініп тұрады да. Еще алдында Еркеш кетті ғой? Ерко деп қоям. Еркеш кетті, артынша Марико кеп баратыр ма деп, андай обидно болып тұрды да. Жақапты мен өзім